Ал достар, бізде мына қыздар сабақтан бұл апта қалды. Справка аштыртып келдік. Жақсы болып қалды. Екеуінің тамақтары ауырып, сіздерде солай болып жатқан шығар. Қазір енді вирустың дамитын сезоны ғой. Сонымен балдарға осындай ауыздары кішкене дәм сезбей қалғаннан кейін өздерін жақсы көретін фруктыларын әкеліп үйсіп жатырмыз. Сіздер не дәрі беріп жатырсыздар, не дәрі ішіп жатырсыздар. Жансая, кесейші, дайын болды ғой. Бізде Жансаяның маза жоқ, ыстығы шығып жатыр. Ей жаным, аяла. Мына нені фруктыды әкел. Кел, аузым дәмі құрып жатыр деген кейін ананас әкелгенбіз. Кел, Мұхаммед, аяла сенің де шық. Кел, үшеуміз мына жаққа сиямыз. Мұхаммед, Ерасыл, отырыңдар, кел. Жеп алыңдар фруктыларыңды. Бізде бала-шаға мынандай леденцы жақсы жеп жүреді. Мынау толтырып қоятын тұғын ғой. Қарамаппын бүгін соны. Жаңа қалаға барып тұрып дүкенге ала салмаппын. Мынаны аптекада сатады. Мынау жақсы көмектесіп жатыр бізге. Доктор Тайстың леденцылары. Ауыздарына салып сорып жүреді. Тамақтарына осы жақсы көмектесіп жатыр. Бізде сол графранисін ішіп жатырмыз. Ацикловир, парацетамол. Сосын мынаны әкеліп осымен сылап жатырмын. Линкаспен. Тамақтарына жағам. Жаңа екі іскен тамақтарына жағып. Көкірек тұсымен жауырын екі ортасына жағып, сонымен сылап тастап жатырмын балдарды. Мынаған қатты көмектесті. Ой, молодец, өрке түсіп алдым ба, жақсы көмектесті мына қызға. Сіздер не істеп жатырсыздар? Бізде өстіп ауырып қалдық. Жансаяның мазасы жоқ. Ерасыл бізде ондай қатты ауырмайды. Шүкір. Кел, отыр, жақын отыр. Аяла мен Альбина жақсы болып қалды. Дәмді қалай? Мұқантай? Заны маған өкпеле қалдым ба? Не жем? Кел, шыға ғой, кел, шық. Шық, кел, отыр. Кел енді. Бізде бәрі ананас жақсы көреді біздің балапандар. Бізде бүгін аяла кішкене далаға шығып прогулкаға алып шыққам. Кофемен. Пирог жеп отыр. Осында кеп тұрамыз. Жансая құрбыларымен кетті. Қайда кетті құрбыларымен? Прогулка жасап қайтым дедім. Прогулка жасап қайтуға кетті. Терезеге қайта қарап отырып, егер өтіп қалса шақырамыз, я? Әтеш, кофе ұнады ма саған? Қанша күн болып үйден шықпағанына? Қанша күн болып? Біздің Аяланың үйден шықпағанына 5-ші күн ау деймін. Или 6-ші күн деймін. Аяланың үйден шықпағанына 6-ші күн. Бүгін сүйреп алып шықтым. Сонымен осы жерге келіп, кішкене тәбеті ашылсын деп, пирог мен кофесін әперіп отырмын. Енді айтсайшы, енді қалай жағдайың? Ертең сабаққа барасың ба? Иә. Болды ма, шасын ба сабаққа? Иә. Дайынсың ба? Сабаққа дайындалдың ба? Сабақ оқыдың ба? Бұл құр ауырып жатпады. Сабағын оқып, кітабын оқып, еще каналына видеосын түсіріп, как положено ауырды ғой. Сонымен бүгін қой болмайды, қызым былай азаннан кешке үйде жата берген деген болмайды деп өзім сүйреп алып шыққан тұрмын ғой. Жансая білмей қойып, қайта Жансаяны арғыттық бергіттік келмеді. Жансая келсе, қазір нардан өтіп қаламын деп қайта жалтақтап қарап отырмыз. Терезеден өтетін түрі жоқ. Сәлем, бізде осыны бризоль дайындап жатырмын балаларға. Жансая бүгін өзі сабаққа қосылған еді. Тісі ауырып, мазасы болмай, қайтадан кеп қалыпты. Қазір Жансая екеуміз тіс дәрігерге барамыз. Альбина мен Мұхаммед үйден ем қабылдап жатыр. Екеуін процедурнаға апарып уколын салдыртып келетін боламыз. Жансая екеуміз. Балапан, бізде Мұхаммедтің фобиясы. Сразу укол десе жылайды. Өмірлерінде бірінші рет алып жатыр ғой екеуі уколды. Мына тұмау жазылмай кеткеннен кейін, жөтелдері басылмағаннан кейін екеуіне укол алып жатырмын. Былайша ыстық, ондай ештеңесі жоқ.
тек жөтелдері кетсін деп осылай укол алып жатырмыз. Тіске барамыз ба Жансая енді? Сен өзің ауып келдім деп тұрсың ғой, қалай сен тіске бармайсың? Тісім ісіп тұр ғой, сосын не? Тісінде тұз сумен шай онда. Сол іріңі кетсін, соқтатып алған ғой тісін. Қазір бризоль дайындап жатырмыз сендерге. Жегім келіп тұр, дәмі қандай екен? Кәдімгі лағыш болады. Ал фарш қазір айдатып алып келдім, таза еттен қасында тұрып, өзім өткіздіріп, 5 кило фарш алып келдім. Сонымен жолда мынандай қазір күшті не болып жатыр ғой. Инстаграмда тренд болып жатыр, елдің бәрі осыны істеп жеп. Сонымен бризоль дайындап жатырмын. Біреуі дайын ерасылдығы, сырный бризоль. Ішіне сыр қостым, короче. Сырный бризоль с фаршем, короче. Ал бізде уколдан келе жатырмыз, бақырып, шыңғырып. Тағы да алып, ол аз болса. Ал витаминдерін жеді. Бүгін енді 3-ші күн ғой укол алып отқандар қатты ауырды деймін. Жылап, киндер алып алды. Ол уколды не үшін алып жатырмыз білмеймін. Жабық па? Жансаяның бір кофтасы бар еді, жаңа кофтасына швейнидан. Швейниға жасата салайық десек. Альбина, ауырды ма уколың? Ауырды ма? Жолды аша ғой. Ал достар, үйге жылап, сықтап жеттік ау әйтеуір. Жаңа уколға апарған кезде мына бала маған ашуланып атқан ғой. Мама, сен какай мамасың деп. Енді мына киндерін алып алып, мен жақсы мама болып қаппын ғой. Ұмытып кетеді, баламысың деген тез ұмытып кетті, қараңдар енді. Әпермесең тағы жылайды. Болды, бүгін ғана жейміз, тоқтатамыз, естің ба? Кеше дәрігердің түрін сен көрдің ғой. Қандай дәрігер? Дәрігерге барғанда саған садикке рұқсат берген жоқ қой, укол ал деп. Е? Мен достар айтайын деген бұл жерде мына киндерді көріп, есіме түсіп жатыр ғой мына. Ойбай, вирус, тұмау каждый жылда, каждый год. Ойбай, вирус, анау мынау дейді. Негізі ол біздің бала күнімізден бар ғой деймін да. Ол кезде де әлі есімде бір шетелден шыққан вирус тұғын, синка деген, шошқа тұмау деген бар тұғын. Әлі мектепте оқимын. Мына қазір Жансая прикол ұстап отырмын ғой. Мынаны тесіп, мына жағының бәрін тесіп тастайды ыстық инемен да. Тесіп қылып, сөйтіп ішін чеснокқа толтырады да, ортасына мына жағына жіп өткізіп, мойнымызға бүйтіп моншақ қылып байлап қойып, мектепке барыңдар дегені әлі есімде ше. Бір күн барып келдім да, екінші күні тақпаймын деп жылағаным есімде, қазір Жансаяға айтып жатырмын да. Сондай мен де жасап берейін ба, біздің бала күніміздегі лайфхак. Чеснокты үйістіп, білмеймін ғой, енді сол кезде сондай бір не шығып, ойбай, чеснок деген вирустан құтқарып тұрады екен. Мектепке баратқанда да нанға чеснок жағып беріңдер, чеснокты мойнына тағып беріңдер деп, сол кезде бір ел шулайтын. Ол кезде әлі телефон, нандай нелер дамымаған кез ғой әлі. Қазір бәрі дамып кетіп, ойбай деп дүрліге береді ғой. Тұмау деген бұрыннан бар ғой, Алла сақтасын, бір Аллаға тәуекел. Қар жауғанда тұмаудың беті қайтатын тұғын. Үлкендер айтып отыратын. Қар қашан жауады, қар жауса болар еді деп. Сол сияқты қарды бізде күтіп жатырмыз Ақтауда. Тез қар жауса болар еді. Тұмаудың беті басылатын кішкене, е. Лайдың бәрі кетіп, кішкене жүруге де ыңғайлы болады. Қызды тіске апарамыз деп едік. Врачқа соқсақ, тісі ісіп тұрса алып келмеңіз деді. Сонымен тісін 2 күн тұзбен шайып, іскені кеткен кезде баратын болдық жұлдыруға. Бүгін жұлмаймын деді. Бүгін жұлмайтын болды. Сонымен тіс отмена болды. Енді қазір ана нені көріп келесің, швейниді бір көріп келе қойшы. Кофтасы бар, қысқартамай жүрміз. Біз босаған кезде ол жоқ болады, ол бар кезде Жансая үйде болмай қалады, сөйтіп жүрміз ғой. Ал ішінен қандай ойыншық шықты? Вау! Мынау не зат? Жансая, мынаны істемесең мен ондай. Әлі жеп отырсын ба, жарайды. Жансая, істеп берсейші анаған. Ал. Ойбай, сен айт. Оңай емес, бұларды бірдеңке түсіріп жатыр деп. Альбина жаным ауырып жатса да әйтеуір әпшесін айтқан тілін істеп. Мен сол үй жинаймын. 2 бұзық ойнап болды. Енді ұйықтайтын уақыттар келді. Ал мен үй жинаймын. Мультик көріп отырсың ба, балапан?
Мультик көріп жатсың ба? Үй жинайын, сен ұйықтаса енді, иә? Ойбай, енді мен үй жинайын, қазір үй жинасам сен бәрін қайтадан шашасың ғой. Ұйықтамайсың ба? Оны пакетке салуға болмай ма сонда? Жылап отыр біздің батыр. Салма дейді, мен ойыншығыма вообще тиіспеңдер дейді. Енді үйсіп, ыбырсып тұра ма мына жер? Шашып жата берсін ба? Жата берсін. Бір ауыздан солай шештік, мына жерде Мұхаммедтің ойыншықтары шашып жата берсін. Жалпы былай қарасам, Мұхаммедтің ойыншығынан басқа ойыншықтар жоқ сияқты. Бір-екі тізімді ала саламыз. Мен оны жинасам қайтадан жасап қояды екен. Ал достар, біздегі апталық влог осындай. Бұл апта бізде осындай тұмаумен күресу болып өтті. Шүкір Аллаға, балдар жақсы болып, сабақтарына қосылды. Енді екі кішкентайға жаңағы укол алып жатқанбыз. Оны тоқтатқан жоқпыз. Укол алып жатырмыз, Алла береді. Бұл екеуі үйде, кішкентай мен үйдемін. Үш үлкен сабақта. Қолдап, лайк басып, Жансая Еркінбекқызы арнасына тіркеліп алыңыздар. Арнада өздеріңіз сұрағандай влогтарды көбірек түсіреміз. Сау болыңыздар.